Балабақша мұғалімі Майя жұмысқа дайындалып, мектепке барды. Онда ол балаларға қарап, оларды бақылап, олар ойнап жатқан кезде қадағалап, уақытының көп бөлігін өткізді. Бір діни қызметкер келіп, одан экзорцизмге бірге баруын сұрады. Жолда Майя неге бара жатқанын сұрады. Ал діни қызметкер олар көретін адам қатты азап шегіп жатқанын және көмекке мұқтаж екенін түсіндірді. Дәл ол бір кездері оны алғаш тапқан кездегідей. Олар келген жерге жеткенде, олар бірнеше адаммен бірге психикалық ауруханаға кірді. Барлығы алда болатын оқиғаға дайындалып жатты. Ол ешқандай өтініш айтуға жағдайда емес деп ойлаймын, ал ол 5 минутқа да шыдамайды. Сәлем, Генри. Сен неге келгенімізді білесің? Генри дайындалды, ал діни қызметкер экзорцизмге дайындық жасады және көп ұзамай ол қауіпсіз түрде орындыққа байланды. Майя терезелердің барлығын жауып, бөлмені толық қараңғы қылды және кенеттен қараңғылықта Генри үрейленіп күресе бастады. Діни қызметкер рәсімді бастады, дұғалар оқып қолындағы кітаптан оқыды. Ән айту жалғасқан кезде Майя кенеттен өзінің өткен экзорцизмінің естелігіне тартылды. Онда ол ауырсынып айқайлап, діни қызметкер оған дұға оқып тұрған еді. Естеліктің қарқындылығы оны бір сәтке басып қалды, бірақ ол қазіргі уақытқа оралды, себебі бөлмеде рәсім өткізіліп жатқан жерде қорқынышты айқай жаңғырып тұрды. Ол бар. Сәлем, адам. Стивен. Басқа жерде Джордж Бизнес есімді адам сот алдында тұрды, және оның жұмыс орнынан адамдар өлтіру күні оның таңқаларлық мінез құлқы туралы айғақ берді. Бір әріптесі Джордждың өзіне не істеу керектігін айтқанына шағымданғанын түсіндірді, дегенмен кеңседе тек екеуі ғана жұмыс істейтін еді, және Джордж сол күні ерте кетуді шешкенге дейін көңіл күйі бұзылған сияқты болды деді. Сот барысында Джордж өкініш немесе эмоция белгісін көрсетпеді, суық және алыс күйінде қалды. Сотқа қатысушылардың арасында патологиялық нарциссизм туралы жазатын әйгілі автор Питер болды. Ол барлығын мұқият бақылап, оған үнемі не істеу керектігін айтып отырған адамдардың бәрі оны мазалайтынын айтты. Ол солардың дауысы сырттан келеді ме? Сен білесің, қосымша білесің. Кейін Питер өзінің қызы Клэрмен кездесіп, бірге оның діни қызметкер болатын әкесі Джеймстің үйіне барды. Онымен кездескеннен кейін олардың барлығы Питердің ағасының үйіне кешкі асқа барды. Онда отбасы үстелдің айналасына жиналып, тамақ ішуді бастамас бұрын Джеймс аға асқа дұға оқыды, және содан кейін барлығы тамақтануды бастады. Кешкі ас кезінде Питер қайталанып жүрген таңқаларлық түсін айтты. Түсінде ол кітап оқып немесе жазып жатқанын көрді. Бұл оны өте бақытты және толыққанды сезіндірді, бірақ ол оны жауып, тақырыбын қарағанда онда ксиз деп жазылған еді. Ол оның нені білдіретінін түсінбейтінін мойындады, және бұл оны мазасыз және шатасқан сезімде қалдырды. Оның жеңгесі ксей, жай ғана секстің кері оқылуы екенін әзілдеді, және барлығы күліп, бір сәтке шиеленісті жеңілдетті. Тақырып төмен ауру сияқты, ол дәл ксиз сияқты, тек 3 әріп және өте қанағаттандыратын сезім тудырады, және әдетте мені өте жақсы сезіндіреді. Жақсы, сол жерде шын мәнінде өзінің өзіндік күйінде. Кейін Питер біреуге ол бір адам тікелей оған қарап тұрғандай сезінгенін айтты, дегенмен ол сезім шын ба, әлде қиял ма екеніне толық сенімді емес еді. Басқа жерде Майяға экзорцизм туралы есебі қабылданбағаны туралы хабарланды, және діни қызметкер оған шайтан ол ойлағандай емес екенін түсіндірді, оның балалық шағының травмасын себеп ретінде келтірді. Майя ашуланып, олар шайтанға сенбейміз десе, шын мәнінде Құдайға сенсе, неге деп сұрады. Діни қызметкер оған осы идеяларға тым қатты берілмеу керек екенін, және олармен жұмыс істегісі келсе, оларды жіберу керек екенін айтты. Басқа жігіттер сенің жазбаңды қабылдамады. Мен оларды сенің өкінішті, балалық шағыңнан туындаған проекциялар деп ойлаймын. Егер сіз шын мәнінде Құдайға сенсеңіз, әке, оның қарсыласының да дәл солай шынайы болуы мүмкін емес пе? Майя Питер Келсонның шомылдыру рәсімі туралы жазбаларды тексеруді жалғастырды, көбірек ақпарат табу үшін анықтады. Сол уақытта бір жұмбақ әйел Питерді көлік соғудан құтқарып, бір сөзде айтпай кетіп қалды. Шайқалған Питер өзінің кеңсесіне қайтып келе жатқан жолында жалғасты. Онда кейін Клэрмен кездесіп, лифтте екеуі сүйісті. Ал Питер өзінің кеңсесінде зерттеулеріне шоғырланып отырды. Майя оған баруға дайындалды. Ол оның болып жатқан барлық нәрсемен байланысты болуы мүмкін деп ойлады. Питер Коулсон
Иә, егер мен саған мен қатерлі нарциссист екенімді айтсам, және шын мәнінде мен оған қол жеткізгенімді білемін, кешіріңіз. Ал мистер адам үшін экзорцизм өткізілді, және ол сәтсіз аяқталды. Мен шынымен сіз онымен кездесуіңіз керек деп ойлаймын. Майя Питерге келесі күні ол оны көпшілік кітапхана алдында күтіп тұратынын, және егер қызығушылық танытса, оны Генриге апаратынын айтты. Питер содан кейін қонақ үйге барды, және өз бөлмесіне бара жатқан жолда оны нашар қабылдаған және оны қорлаған бір кемпір кездестірді. Ол оның тым көп шу шығарғанына шағымданып, ол бөлмеге кіргенде қорлауды жалғастырды. Питер бөлмесіне орнығып, темекі тұтатып, музыка қойып, айналадағы атмосфераны сіңіріп, демалды. Кешкі ас кезінде Питер тыныш болып көрінді және Клэр одан не болғанын сұрады. Ол оған бір жұмбақ әйел оған жақындап, бір өлтіруші туралы айтып, оны сол кісімен байланыстыра алатынын мәлімдегенін айтты. Клэр оның араласуға баратынын сұрағанда, ол жоқ деп айтты. Келесі күні Майя олардың кездесу орнында оны күтіп тұрды, және ол келді. Ол оны көргеніне қуанды және келгеніне рахмет айтты. Ол таспаны тыңдағанын сұрағанда, ол тыңдауға тырысқанын, бірақ ол қате таспа берген шығар деп ойлағанын айтты, себебі онда ештеңе болмаған. Майя шатасып қалды, өйткені ол дұрыс таспаны бергенін білді. Екеуі психикалық ауруханаға келді және Майя оны Генридің бөлмесіне алып барды. Вау, сізбен танысқаным қандай рахат. Хатшы телефоны. Ол оның келгенін айтпады. Менің хатшым. Сен неге оны осы жағдайға түсірдің деп ойлайсың? Есікті ашуға тырысқанда не естігеніңді айт. Олар оны қатты психикалық стресске ұшыратты, ол себеп болды. Питер Майяның Генримен кездесуді брондағаннан кейін, оның хатшысындай әрекет еткен үшін ашуланғанның жалғыз себебі осы болды. Майя содан кейін ол мұны түсіндіріп, Генридің шын мәнінде емделгеніне сенетінін, және дәрігерлердің медициналық түсініктемесі оның ауруының себебі деп сенетініне сәйкес келмейтінін айтты. Питер оның айтқанына сенбегенде, Майя оның машинасынан шығып кетті. Таң қалған Питер өзінің детектив досына Майя және оның жазбасы туралы сұрау үшін қоңырау шалды. Майя экзорцизмді өткізген діни қызметкерге барды, және оның әлдеқайда нашар жағдайда екенін түсінді. Оған дәрігерлер тіпті оның сауығып кетпеуінен қорқатынын айтты. Экзорцизмде болған Джон есімді басқа адам діни қызметкер үшін дұға оқи бастады. Басқа жерде Питер және оның қызы жылдың ең үлкен баспа кешіне дайындалды. Құдай мені кешірер. Трансформацияның ондығы жаңа. Маған бер. Осы жігітке көбірек бейім. Рахмет. Питер содан кейін әкесі Джеймспен кездесті және оған оқиға кезінде ол бір сәтке де қорықпағанын айтты. Ол ештеңе оған зиян келтіре алмайтындай сезілді және сол сәтте ештеңеге мән бермеді. Әкесі Джеймс оған өміріне байыпты қарау керек екенін ескертті. Питер Джеймске оны тамсанағанын айтты және содан кейін Джеймс кетті. Келесі таңертең діни қызметкер Майяға Джон Питер Келсонды атуға тырысқанын және енді ол өлгенін хабарлады. Майя естігенін көтере алмады, сондықтан ол кофе дүкеніне барды. Ол тыныш отырғанда бір қыз оған жақындап сөйлесе бастады. Иса. Вау. Сиқырлы. Ол айтқанда мылтық атып өлтіруші Джон Таунс енді Майя есімді әйел сияқты. Иә, оның жаңа Орлеаннан балалық жазбасы бар, ол 13 жасында өлген. Бұны естігеннен кейін Питер Майя сабақ беретін мектепке барды. Ол оның сабағын үзіп, оларға сөйлесу керек екенін айтты. Ол одан Джон неге оны өлтіруге тырысқанын сұрады, және Майя Джон шайтанның жақында Иса сияқты адам кейпін алатынына сенгенін түсіндірді. Ол оған Генридің экзорцизмі кезінде оның атына аударылатын сандық код тапқанын айтты. Питер бұл идеяны қабылдамады және Майяны оған сенген үшін ақылсыз деп айтты. Ол оған туған атанасының қан тобын тексеруді айтты, тіпті оның шын атанасы шын мәнінде өлмеген болуы мүмкін екенін ұсынды. Сен қазірдің өзінде ластандың, Питер. Неге сен оны ести алмайсың? Оның үйіне тырысады. Ол алды. Ешқандайда. Бұл бар ма? Сенің достарыңның біреуі комментарий бар ма? Питер содан кейін бір медиуммен кездесті. Ол оған оның анасы өлгенін, ал әкесі әлі тірі екенін айтты. Питер медиумға ашуланып, оған кетуін айтты.
Кетер алдында медиум қағазға кісі іздеп жазып Питерге көрсетті. Медиум ол таңбалар грек сандары екенін және олар 666-ны шайтанның белгісін білдіретінін айтты. Медиум оған оның трансформация уақыты жақындап қалғанын айтты және содан кейін кетті. Жағдайдан қатты алаңдаған Джеймс сол үшін шіркеуге барды. Сәлем. Питер содан кейін Джон оны өлтіруге тырысқанда айтқанын есіне түсірді. Ол трансформация уақыты жақындап қалғанын айтты. Ол Майядан оның нені білдіретінін сұрады, және ол оған Джонның үйіне барып, оның нені меңзегенін білуге болатынын айтты. Екеуі Джонның үйіне бұзып кіріп, кез келген ізді іздей бастады. Майя қонақ бөлмесін қарап жатқанда Питер оған жоғары қабатты тексеретінін айтып кетті. Питер жоғарыда ештеңе таппады, сондықтан ол төменгі қабатқа, жертөлеге түсті. Майя Джонның кітабын тауып, трансформация Питердің 33-ші туған күніне белгіленгенін түсінді. Ол оны жаралай алмайды. 33-ші туған күн. Туған күндер бізге. Питер және Майя үйден шықты. Басқа жерде Питер Майяға анасын қалай жоғалтқанын айтты. Ол одан Джонның жоспарына неге қосылмағанын сұрады, және ол оған трансформация болғанға дейін ол әлі адам деп сенетінін айтты. Питер трансформациядан кейін не болатынын сұрады және Майя оған ол жоғалып кететінін айтты. Олар трансформацияны тоқтатуды шешті. Олар оның дәл туған уақытын іздеді және сағатты анықтады. Майя Питерге күте тұруын айтты, ал өзі Джонның кітабын алып, трансформацияны болдырмау үшін бірдеңе бар жоғын көруге кетті. Ашуланған Питер айналасындағы заттарды сындыра бастады. Питер оралғанда Клэр оны іздеп тұрғанын көрді. Ол оны жылы қарсы алды және онымен байланысқа түсе алмағанын түсіндірді. Питер оған оның суретінің артында жасырылған қосалқы кілт туралы бетпе-бет келді. Клэр оны ештеңе емес деп сыртқа шығаруға тырысты, және содан кейін Майяны ату үшін жәшіктен мылтық алуға тырысты. Питер Клэрге тоқтауын айтқанда, Майя оған секіріп, мылтықтың бақылауын күресте алды. Күресте мылтық атылып, Клэрді ұрды. Майя және Питер содан кейін діни қызметкерге барды, және Майя оның жақсы сауығып жатқанын көргеніне қуанып толқып қалды. Ол діни қызметкерлерге оларға көмек керек екенін, және оларда бірнеше сағат қана қалғанын айтты, бірақ діни қызметкер оған трансформация туралы уайымдамауын айтты. Ол Құдай мұндай нәрсеге жол бермейтінін түсінгенін айтты. Әңгімеден Майя діни қызметкердің иемденілгенін түсінді. Ол крест шығарып, оның алдына ұстады және ішіндегі демон айқайлай бастады. Сен істейсің бе? Менде жоқ. Адам. Ештеңе. Жақсы. Хэнкок күнделіктен. Ол жақында. Майя және Питер Джеймс қызмет ететін шіркеуге барды. Джеймс шығып, бәрін ашты, ол осы күнге дайындалып, барлығының артында тұрған. Питер опасыздыққа шыдамады және Джеймстен неге мұны істегенін сұрады. Джеймс оған абсолютті күш беретінін айтты. Ашуланған Питер мылтық шығарды. Джеймс Майяны ұстап, оған пышақ ұстады. Майя Питерге атпауын ескертті, егер ол кісі өлтірсе, ол зұлымдықты қабылдайтынын айтты, бірақ Джеймс оны солға итеруді жалғастырды. Питер Джеймске Майяны жіберуін ескертті және ол оны жіберген бойда Питер оны атып өлтірді. Алға.